Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Алишер, және де бүгінгі видеомызда біздер жаңадан киноны талқылайтын боламыз. Бұл киноның аты Пугало, қазақшасы Қарақшы. Кино бір жас студенттердің орманға саяхатқа шығатын жерінен басталады, және де олар өздерінің көліктерімен саяхатқа шығады. Сөйтіп олар айтқан жерге келеді, және де екі қыз қазір біз талдардың ішін қарап келейік дейді. Сөйтіп көлікте қалған екі жігіт бір-бірімен әңгіме барысында бір жігіт: мен Сорпагүлді ұнатып қалған секілдімін, және мен оған сөз салам деп шешім қабылдайды. Және қасындағы досы: ей, сен әлі жассың ғой, әлі студент болған соң талай қызды кездестіресің, асықпа дейді. Бірақ ана жігіт: маған бәрібір дейді. Сөйтіп әңгіме айтып отырған кезде жаңағы көлікке адамның саусағы келіп түседі. Және де екі жігіт түсінбей қалады. Және біреу қыздарды алаңдатып тұрған кезде екіншісі жаңағы саусақты жоқ қылып жібереді. Сөйтіп олар бір кукуруз егетін жерге келіп, осы жер тамашалап жүреді. Және де жаңағы Сорпагүл бір құсқа келіп жақындайды, және де ол құс адам саусағын жеп жатады. Және ол қатты қорқып кетті, бұл жерге кетейік дейді. Бірақ та жігіттер: ей, ол жай ғана саусақ, ол құс басқа жақтан алып келді ме, біз оны білмейміз дейді. Сөйтіп студенттер бәрібір осы жерде қалатын болды. Осы кезде осы кукуруз алаңның ішінен бір адам жүгіріп жүреді. Сөйтіп жүгіріп жүрген кезде оның алдан Қарақшы шығып, оны талдырып тастайды. Сөйтіп студенттер су жағасына келеді, және де барлығы суға түседі. Және суға түсіп болған соң жаңағы жігіт Сорпагүлге өзін сезім білдіреді. Сөйтіп барлығы болған соң жаңағы екі жігіт көліктен заттарды алып келейік дейді. Және де мана орынға барса көлік жоқ. Екі жігіт ұрысып, қалталарында телефон жоқ. Екі бір-бірімен төбелесе бастайды. Және оларды қыздар ажыратып алады. Сөйтіп олар не істерін білмей ұялы телефон ұстамайды, сондықтан да жаңағы алқапқа қайттан барады. Сол жақтан жаңағы Қарақшыны көреді. Және Қарақшыдан көмек сұрайды. Бірақ та ол естімеген адам құсап әрі қарай жүре береді. Сөйтіп студенттер осы алқапқа кіруді шешеді. Сөйтіп кіріп жатырған кезде жігіттердің біреуі темірге аяғын ауыртып алады. Сөйтіп темірге аяғын ауыртып алған жігіттің қасында Сорпагүл қалады. Ал жаңағы екінші жігіт пен қыз көмек шақыруға Қарақшыға кетеді. Сөйтіп ол екеуі бөлек кетіп, алқаптың ішіне жүрген кезде Қарақшы оларды талдырып тастайды. Және де Сорпагүл мен жігіт мына жақта әңгіме айтып отырады. Және де кадр Қарақшының жаңағы екінші қызды алып келіп орындыққа отырғызғаннан басталады. Сөйтіп жаңағы қыз есінен оянған соң оның аузын тігіп тастайды. Және де қыз қатты қиналған соң: мені бұлай қинамай, бір ұрып ұйықтатып тасташы дейді. Сөйтіп жатырған кезде Қарақшы жаңағы қыздың жігітін алып келеді. Сол кезде жігіт оянсын деп қыз қатты бақырады. Оған ашуланған Қарақшы қыздың мойнына барып инен тығады. Сол кезде қыз барлығын көріп жатқанмен не сөйлей алмай, не денесі сезілмей қалады. Сөйтіп мына жақта Сорпагүл жігітімен қалған кезде Сорпагүлге бір жігіт келіп: ей, сен аман қалғың келсе менімен бірге жүр, қазір ана жігітті де өлтіреді деп тез айтады. Және де Сорпагүл көп ойланбастан осы танымайтын адаммен кетіп қалады. Сөйтіп ол екеуі Қарақшының үйіне келеді. Сөйтіп Сорпагүл мен бейтаныс адам сөйлесіп тұрған кезде жаңағы Сорпагүлдің жігітін Қарақшы алып келіп жаңағы адамдардың қасына қосады.
сосын жаңа бейтаныс адам қызға тығыл деп өзі жаңа қарақшыға барады. Сөйтсе мына бейтаныс адам жаңа қарақшының ұлы екен. Бұл әкесі мен баласы осы жаққа адасып келген адамдардан осылай ағашқа денелерін қағып, құстан қорғайтын қарақшыны жасап шығарады екен. Және де қарақшы Сорпагүлді байқап қойып, оны талдырып тастап, одан да қарақшы жасайын деп жатады. Және де ұлы оған бір мүмкіндік бер дейді. Қарақшы жақсы деп қызға қаш дейді. Сосын жаңа қарақшы өзін ұлын өлтіріп тастайды. Үйдіп жаңағы Сорпагүл қашып бара жатып, жолда өзінің достарын қайта-қайта көреді. Сосын сол жерде оның жігіті де бар екен, және ол оның тірі екенін көріп, оны құтқармақшы болады. Бірақ сол кезде жаңа қарақшы келіп қалады. Бірақ қарақшы келген кезде жаңағы жігіт ол алаңдатып, үйтіп Сорпагүл қайтадан қашып кетеді. Сөйтіп қашып баратып бір жерге құлап қалып қалады. Сөйтіп ол қатты музыкадан оянып кетеді. Көзін ашса алдында бір көлік тұр екен. Және де көліктің ішінде бейтаныс тағы да екі адам. Және оларға көмек сұрауға барады. Бірақ та қанша жақындағанымен ол музыка қатты шығып тұр. Сондықтан да ішіндегі адамдар оны естімеді. Сөйтіп қарақшы оны алып кетті. Я достар, мінекей біздің киномыз осымен аяқталды. Кино өте керемет. Толық нұсқасында қарауларыңызға болады. Маған өзіме ұнады. Егер сіздерге ұнаса, арнаға лайк басып, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Алишер. Қош сау болыңыздар.